Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгінгі видео бағалауға арналған әдіс-тәсілдер мен көрнекіліктер туралы. Доллармен бағалау әдісі. Бізге мынадай қағаздан жасалған долларлар және копилка керек. Топтық жұмыс үшін шынайы копилка қолдануға, ал жеке жұмыс үшін қағаздан жасалған копилкаларды қолдануға кеңес беремін. Оқушылар әр тапсырмадан алған балдарына қарай долларлар алып, оны өз копилкаларына жинап отырады. Смарт сағат әдісі. Бұл смарт сағаттар әр оқушыға жеке-жеке таратылады. Мұнда көрсетілген қара төртбұрышты жылжыту арқылы оқушы өзін-өзі бағалап отырады. Бағалауға арналған медаль. Бұндай медальдарды жоғарғы сыныптарға да, бастауыштарға да қолдануға жарайды. Медальді мұғалім әр тапсырма сайын өзі таратып отырған тиімді. Гитара әдісі. Гитара әдісінде көрсетілген сандар бойымен әр оқушы өз алған балын көрсетіп отырады. Мұны жеке және топтық жұмыста да қолдануға болады. Дәл осылай домбыра түрі де қолданылады. Мұнда оқушы өзін-өзі бағалайды және астына аты жөнін жазып қояды. Бағалау парақшалары. Қазіргі кезде бағалау парақшаларының түрлері өте көп. Бағалау парақшасында оқушының аты жөні, пәні, тапсырмалар саны және жалпы алған балы жазылады. Бұл парақшалар оқушының өзін-өзі бағалауына жеке-жеке таратылып беріледі. Бағалау шкалалары. Бұл бағалау әдісінде бағалар шкала бойымен орналасады. Осындай дөңгелек сызғыштар түрінде немесе ұзын сызғыштар түрінде де қолданыла береді. Лифт бағалау әдісі. Мұнда мынадай лифттің суреті беріледі және берілген сандар этаждарды ассоциациялайды. Оқушылар сандарды жоғары төмен жылжыту арқылы өз бағаларын алады. Бағалауға арналған кестелер. Бұл кестелерде жалпы оқушылардың тізімі жазылады және олардың алған балдары белгіленіп көрсетіліп тұрады. Бұл әдістің тиімділігі оқушылар белсенді түрде қатысады, өйткені мәреге бірінші болып жетуге асығып жарысатын болады. Осыған ұқсас тағы да бір әдіс бәйге. Бұл әдісте де мәреге жетуді көздейді. Электр тогы. Мұнда бағалар электр тогының бойымен орналасады. Бұл да оқушыларды қызықтырудың мақсатында жасалған әдістердің бірі. Оқушылардың аты жөндері жазылады және оқушылар алған балдарын бояп көрсетуіне болады. Бұл парақшада сондай-ақ кері байланыс қоса берілген. Назарларыңызға рахмет, көрсетілген әдістерді қолданып көріңіздер және пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Осы сияқты тағы да басқа әдістерді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп алыңыз.